Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен Мұса алейхиссалам заманында өмір сүрген күнәһар құлдың оқиғасымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алла тағала Мұса пайғамбарға, оған Алланың сәлемі болсын: "Әй Мұса, пәлен деген жерде менің сүйген құлдарымның бірі қайтыс болды. Сен соған барып қызметін жаса" деп пәрмен етті. Мұса пайғамбар, оған Алланың сәлемі болсын, тез арада айтылған жерге жетті. Сөйтіп, алдынан кезіккен жұрттан сұрастыра бастады: "Осы түнде, осы елде Алланың бір әулие құлы қайтыс болды ма?" "Уа Алланың елшісі, әулие құлдардан ешкім қайтыс болған жоқ, ал бірақ күнәға бел шесінен батқан бір жас жігіт көз жұмды" деп жолыққандар айта бастады. Тағы бір кісі: "Оның азғын болғаны сонша, оны көмуге ешкім бармай отыр" дегенді айтты. Мұса пайғамбар, оған Алланың сәлемі болсын: "Менің іздеп жүргенім сол жігіт, маған жол көрсетіңдер" деді. Сөйтіп әлгі жігіт қайтыс болған үйге кірді. Кірсе, үйдің іші рақым періштелеріне толы екен. Өлген жігітке Алланың мейірімін жаудырып жатыр. Мұса пайғамбар, оған Алланың сәлемі болсын, таң қалып Аллаға дұға етті: "Уа Алла тағалам, сен бұл жігітті сүйген құлым дейсің, ал халық болса оның күнәһар азғындығына куәлік етіп жүр. Осының хикметін, даналығын білдірші" деді. Сонда жаратушы иеміз былай деп уахи етті: "Әй Мұса, ол жігітті халықтың жаман дейтіндей жөні бар, өйткені олар бұл жігіттің күнәларын көрді, бірақ тәубесін көрген жоқ. Бұл құлым таң сәріде тұрып тәубе етті, көз жасын көл етіп өткен өміріне қатты өкінді. Менің рақым мейіріміме сыйынды, ал мен оның тәубесін қабыл еттім, рақымыма төктім." Иә, шынайы тәубе адамды осындай дәрежеге көтереді екен. Сондықтан да менің құрметті оқырмандарым және де канал қонақтары, Алла тағаланың мейіріміне, рақымынан еш қашан үміт үзбеңіздер. Алла тағала тәубелерді қабыл етуші. Қанша күнәһар болсақ та аузымыздан истихфарды тастамайық. Сіздермен бірге болған Жансая. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Сол кезде менің видеоларым сіздерге үнемі көрініп тұратын болады. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламатта болыңыздар.